Қайран әкем. Таяуда бір кісінің әруақ деген адамдардың ойдан шығарып алғаны дегенін естідім. Қонақта отырып дауласуды жөн көрмедім. Бірақ сол кісінің сөзі еш есімнен кетпей қойды. Сондықтан әруақтың бар екеніне дәлел болатын өз басымнан өткен оқиғаны жазып отырмын. Егер сол кісі менің осы жазғанымды оқыса, әруақтың бар екеніне сенер деп ойлаймын. Бұл оқиға осыдан 5 жыл бұрын болған еді. Денсаулығым сыр беріп, 2 жыл бойы емхана мен аурухананың есігін тоздырдым. Ақыр соңында дәрігер, ота жасатпасаңыз болмайды, қатерлі ісікке айналып кетуі мүмкін деген соң, ота жасатуға келістім. Алдын ала бірнеше анализдерді тапсырдым. Бәрі дәрігердің ойындағыдай болса керек, ота жасатуға ауруханаға жатқызды. Ауруханада 3 күн болып, тағы да қосымша тексеруден өттім. 3 күннен соң кешкілікте дәрігер келіп, ертең ота жасаймыз, ештеңеден қорықпаңыз, бәрі жақсы болады деп ескертіп кетті. Дәрігердің айтуынша, бұл аса ауыр ота емес, ұзап барса 1,5-2 сағатқа созылуы мүмкін. Ота жасайтын күннің алдындағы түні түс көрдім. Түсімде маған ота жасалыпты. Аурухана палатасындағы төсекте жалғыз жатырмын. Маңайымда ешкім жоқ. Мұндағылар қайда кеткен деп ойлап қоям. Далаға шықпақ болып орнымнан тұрдым. Алдымда 2 есік тұр екен. Қайсысы далаға шығатын есік екенін ажырата алмай бөгеліп қалдым. Есіктерге жұқа перде тұтылған екен. Қарасам, бірінші есіктің ар жағында қап-қара киінген, бет-аузы тұмшаланған біреу тұр. Ал екінші есіктің арғы жағында ақ киімді, ақ сақалды кісі тұр. Ол ана қара киінген адамға байқатпай маған қарай кел дейтін сияқты. Ақ киінген кісіге бармақ болып, бірінші есіктің тұсынан өте бергенде, қара киінген кісі қолымнан шап беріп ұстай алды да, өзіне қарай тартқылай бастады. Байқайым, есіктің арғы жағы құлама құз екен. Қара киінген кісі жіберер емес, есіктен сүйреп шығарып, құзға құлатпақ. Қарсылық көрсетуге шамам келер емес, енді сәл болса құздан құлаймын. Құладым-ау деген сәтте екінші есіктің арғы жағында тұрған ақ киімді кісі жүгіріп келіп, мені екінші қолымнан ұстай алды. Екеуі екі жаққа қарай тартқылап жатыр. Оянып кеттім. Таң атып қалыпты. Қара терге түсіп жатыр екем, өз түсімнен өзім шошыдым. Бірден басыма жаман ой келді. Мынау отадан аман қалу қалмауым белгісіз екен-ау деп жорыдым. Сағат 9-да ота жасайтын бөлмеге алып барды. Соңғы есімде қалғаны, бетімді тұмшалап бір аппарат кигізіп жатқаны. Одан кейін көз алдым тұманданып ұйықтап кетіппін. Оянсам төсегімнің аяқ жағында марқұм әкем тұр екен. Әке деп орнымнан тұрмақ болып едім, бірақ қозғала алмадым. Әкем маған орныңнан қозғалма дегендей ишара танытып, анау естіп қояр дегендей көз қиығымен арт жағына меңзейді. Қарасам әкемнің арғы жағында есіктен сығалап, түнде түсімде көрген еңгезердей қара киімді кісі тұр екен. Әкем қалықтап ұшып жүрген секілді. Сырғып барып есікті жаппақ болды. Бірақ әлгі қара киімді жалмажан есікке жабысып, итеріп ішке кірмек болып жатыр. Мен әкеме көмектесейін деп орнымнан тұрмақ болам, бірақ тұра алмайым. Бір кезде қара киімді еңгезердегісі әкемді ысырып ішке кірді. Көздегенім мен секілді. Бірақ әкем оны мен жатқан төсекке жібермей алысып жүр. Көмектесіңдер деп айғайлаймын, бірақ даусым шықпайды. Әкем мен қара киімді кісі әлі алысып жүр. Қанша алысқандарын білмеймін, әйтеуір әкем шаршаған сияқты. Бір кезде қара киімді әкемді буындыра бастады. Маған қарап, қазір менің соңымнан ермесең әкеңді өлтірем дейді. Мен әлгіге жалынып, жарайды, тек әкемді өлтірме, босат деп шырылдап жатырмын. Ол әкемді босатты да, мені қолымнан жетектеп есікке қарай беттеді. Әкем әлі де есін толық жия алмай жатса да, тоқта, оған ерме, кейін қайт деп айғайлады. Ол кезде біз есікке жеткен едік. Есіктен қарасам, арғы жақ құз. Әлгі қара киімді кісі мені қолымнан ұстап, төмен қарай құлдилай жөнелді. Сол кезде әкем тоқта деп секіріп келіп, мені ұстап қалды да, қара киімді кісі құздан төмен құлап бара жатты. Оянсам аурухана палатасында жатырмын. Жанымда інімнің әйелі отыр.
Көзімді ашқанымды көріп ол, «О, оянды!» деп айғайлап дәлізге шығып кетіп, артынша қайта кірді. Оның соңынан 2 дәрігер мен медбике ере келді. Келе сала дәрігер тамырымның соғысын тексеріп жатыр. Бірі сөзге тартып, өзімді қалай сезіп жатқанымды сұрап жатыр. Мен аузымды жыбырлатып, ақырын ғана «жақсы» деп жауап қаттым. Менің сөйлегенімді естіген соң, дәрігердің жүзіне күлкі үйірілді. Медбикеге бірдеңе тапсырып жатты. Ал келінім болса, ебіл-дебіл жылап жүр. Ота жасар алдында көрген түсім дәл келіпті. Кейін білдім, отадан кейін мен 9 сағат оянбай, өлім мен өмір арасында жатыппын. Ауруханадан шыққан соң, Алла жолына ас беріп, үйге молда шақыртып Құран оқыттым. Сол кезде өлім мен өмір арасында жатқан кезде көргендерімді айтып беріп едім. Молда, Алла қолдап әкеңіздің әруағы сізді ажалдан арашалап қалған екен деді. Қайран әкем, о дүниеде жатса да мені аман алып қалу үшін 9 сағат бойы ажалмен алысқан екен ау. Мағрипа, оқыған Сұңғат Ғазиз.